процент бірі тескari 2 деген продуктымыз бар. Сол бойынша сізге біраз кішігірім түсінік беріп өтсек. Teskari 2 деген продуктымыз біздерде яхта һәм басқа да МЧЖ һәм басқа да авиакомпания болса да оларға беріледі. Олардың основной талаптары балансларына қарап отырмаймыз. Тек залог берілсе, мультикабинет берілсе, 135%-те мультикабинетті, мысалы 100 миллион саудасаңыз, 135 миллион сіз залог берілсе төлейді. Оны бізде суммовая и не болмасаңыз да болады. Валютный версияда алсаңыз болады. Оны мақсатсыз кредит берілсе болады. Сіз қайда жұмсаласыз, міндетті жұмсаласыз деп оны тексеру өзінің интернет болмайды. Мақсатсыз шотыңызға салып қойған, қалайсаңыз оны корпоратив басшыңызға өткізесіңіз болады, қалайсаңыз чековый книжкамен қасынан нақтылай өткізіңіз болады. Оның тәртіптері кредиттерінің проценттерінің түрі, мысалы 3 жылға беріледі, 6 айға шейін льготный периоды болады. Суммасы 50 мың ақш долларға шейін болады. Проценті басқа суммовыйда 31% болады. Егер сіз әрбір жұмыс орнына оның талабы бар, әрбір 200 миллионға бір жұмыс орнын жаратуыңыз керек болады. Мысалы 300 миллион алсаңыз, сіз 2 жұмыс орнын тәмініңіз керек. Сонымен 2 жұмыс орнын тәміндеңіз, оның проценті 26%-ке өтеді. Кейінгі 2 айдың ішінде сіз оны жұмыспен тәміндеп, уже перечисление етуіңіз керек болған жұмыстарын пассивін ашып, сіздің 26%-ке түседі болды. Өткеннен кейін графигіңіз өзгеріп, 26%-ті 3 жылға онда төлеп барасыз, алынған суммаңызды. Валютный версиясында, мысалы, долларды алатын болсаңыз, оны 17% болады баста. Егер 2 адам жағдай жұмыспен тәміндейтін болсаңыз, ол 14%-ке түседі. Берілген период 3 жылға онда сіз оны 14%-ті валютныйда, евро, яғни доллар алсаңыз болады. Сол бойынша төлеп барасыз. Бұл бойынша біздерден керекті болған основной документтеріміз, сіз біздерден вторичный, яғни основной шотыңызбен алсаңыз болады. Тексергенде біздерде основной банк сол фирманың историясы тексеріп өтеді. Историяға жақсы ма, уақытына төленіп келген бе, тағы басқа өзінің ішінде майдан жерде тәртіптері бар. Основной керек болады заты, бұл біздерге залог. Мультикабинет %135-140%-ін біздер есаптаймыз. Сол бойынша мультикабинетті қойып, сіз оны пайдалансаңыз болады. Мақсатсыз залог қойып берсеңіз, біздер сізге үйреніп шығып, мақсатсыз шотыңызға ақша өткізіп береміз. Керекті болған мультикабинеттен 135-140%-іне тура келіп түсінген. Сол продукт бойынша кімде түсінген сұрақтар болса, жазасаңыз болады. Сол продукт бойынша тағы да бір продуктымыз бар, бизнес алматы 2 деген. Біздің арнаны 312-ші тармағы бойынша кредит, ол 300 миллионға шекем, яғни 300 миллион дегенде 100 миллионға шекем, оны залогсыз, то есть мультикабинетсіз сығырта полисімен алсаңыз болады. Ал 100 миллион асып кетсе, максимально 300 миллион, сол 200 миллионға сіз 125% мультикабинет қойып беруге боласыз. Мысалы 200 миллион ала жатырсаңыз, сіз 250 миллион мультикабинет, ол машин бола ма, яғни үй бола ма, натурал, яғни тұрар жай болса, қабылдай береміз. Көпшілік бір клиенттеріміз білмейтін екен, хабар жоқ екен. Кеше мысалы өзімде пример болды, бір клиентіміз өзінің тұрар жайын натурал сызып берді. Оны пәленбай соңғы өзгерттік, кадастарға өзгерттірді. Себебі оның алдында барған банк хатымы оған ол информация берген, бәлкім оларды тартып басқаша болған. Ағылған, төлі басқарда бір банкке барған, айтқан оған жайында натурал қыл, содан кейін барып саған кредит бере аламыз, юридически яқтыға. Бізде екеу отырыпты, енді өзгерткеннен кейін бізде оған шығарып беріп жатырмыз кредитті, қазіргі уақытта процесс кетіп отырыпты, екінші тұрыпты, бірақ дегенменен ендігі 3 жылда ол өзгерте алмайды кредит уақытында. Өзгертсе, өзгерте алмағанның жаман жері бұл коммунальный услугаларына көп төлейді. Фирма болғаннан кейін, уже натурал жай болғаннан кейін, суына, тоғына, басқа жақларына көп сумма төлейді. Біздер есе тұрар жайдан ала емес. Көп адам алсасында физический тариф бар, юридический тариф бар. Физический тарифті біздердің именно ішкі қағидамызда тұрар жайлар залог алынып, никогда займ берілмейді. Бірақ юридический тарифте соны беріледі. Юридический тарифте біздерге тұрар жайлар келсеңіз, біздер қабылдаймыз. Бірақ пропискаде адам болмау керек жайын пропискасында. И обязательно кадастрдан
пропискада адам тұрмайды деген справканы алып берсеңіз, оны біз өзіміз бақылап, қанша сома шығады шығарып береміз. Шunda почтаға жай болу керек. Поштаға жай болу керек. Неше процент ол? Ол жаңағы біздер залог алу бойынша жаңағы бизнеске жаңа айтқан тескоруға қабылдаймыз оны. Кейін бизнес стартап деген тағы бір продуктымыз бар. Ол максималды суммасы 300 миллионға шекен. 300 миллионға шекен. И тескар 2-ның кішкентай версиясы бар, бизнес стартап деп айтылады. Оның процент парқы, екеуінің парқы тек 1%. Тескар, егер 2 адам жұмыспен тәмінлесеңіз, 26-ға түседі. Бизнес стартап, егер 2 адам жұмыспен тәмінлесеңіз, 25%-ке түседі. Екінші, екеуінің разницасы, бизнес стартап 300 миллион сомға шекараланған. Оның артығына бере алмаймыз. Бірақ тескарда 300 миллионнан асып бере аламыз. Һәм оны валютнен бере аламыз да. Ал бизнес стартапта тек сумма ғой 300 миллионға шекараланған. Сол екі затқа біздер жаңағы мультипликаторларда жай натура жайлардан ала аламыз. Баяғы 300 жаңа айтып жатқан бизнеске алмайды 312 біздің қалмас 312 бойынша түсіндіру деген болса, біздер оны істеп шығару, қызмет көрсету, айламбағаларын береді. Жақында өзгеріс кіртілді, көп алдыңғылары оған айламбаға бермейді. Айламба деген оборотқа. Мысалы продуктовый магазин алмайды оны. 7 жылға береді. Қазіргі уақытта именно 7-8 айға шейін қысқарды ол өзінің беріп қойған определенный срок бар, сол уақытқа шейін береді. Неде тайпаға бөлінеді біздерде. Тумалар тайпаға бөлінеді. Мысалы, хожелі, тақаташ тумалар 3-ші тайпаға кіргеннің есебінен 21%-тен беріледі. 21%. Мысалы, продуктовый магазин қалай оны айламбаға басақ болады, 100 миллион. Просто соғытамен басаңыз. Бар, сіздер мысалы кола заводтан, кола дистрибьюторлерге барасыз, маған пәленбай блок не керек деп айтсаңыз, сіз соны оған шот фактор алып келсеңіз, договор алып келсеңіз, біз сол фирмаға өткізіп береміз жаңағы соны. И соны сіз определенный срокта бөліп төлей бересіз. Оны тек қана ол мақсатта емес, жаңағыдай фирмаларыңызда грузовой машина алуға пайдалансаңыз болады. Мысалы дедім қазірде көп халықтың арасында аталған лабо, дамастың вән деген түрі бар. Арқыты стеклянный демесін жауып тұрған. Оны алсаңыз бола береді. Оған біздерден неден бар шотфак то есть договорын алып келесіз. Қадымғы өздерінің легальдің салонлардың договорын алып келгеніңізден кейін біздер оған